Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Саят. Бүгінгі видеода біз LiveRush атты RP ойынды ойнайтын боламыз. Бұл ойын өте қызықты және бұл ойынды бәріміз бірге ойнай аламыз бір смартфон онлайн ойын. Оп. Ән, видео бастала салып осындай болды. Крик. Ойынды бәріміз бірге ойнай аламыз және бұл ойынды тарту үшін сіздер мен осы видеода описаниядан тарта аласыздар. Ал көп сөзбай видеоны бастаймын. Келгенде менде 3 миллион болды және де менің Бехам мен Мерседесім болды. Әл қазір оның біреуде жоқ. Себебі мені бір адам келіп взломать етіп кетті, яғни. Короче, менің паролім өте оңай еді, ойынға кіргендегі паролім. Соған сәл ұқсас, яғни дәл сол парольді байқаусызда айтып жібергенмін. Сол үшін мені взломать етіп кетті, короче. Негіз мен оны өзімде байқамай қалып айтып жібергенімді, солай ол взломать етіп, негіз ол айтқан басында мен сен аккаунтыңа кірейін, мен мынандай істеп беремін деп. Ол яғни білмеді, менің 3 жыл осы ойыннан тәжірибем бар екен. Бірақ бұл ойынның шыққаны 3 жыл болмады әрине. Мен LiveRush сияқты ойындарды ойнаған болатынмын. Бұл да LiveRush да почти бір. Ал достар, мені солай взломать еткеннен кейін мен яғни оған айттым, өзім аккаунтымды қайтарып алдым, короче. Сосын қарасам 3 миллион жоқ және машиналар жоқ, вообще имущество жоқ. Ойынды тастап кетуге желание болды. Сөйтіп инкассация істейін дедім, яғни ютубқа видео салуым керек болды. Инкассация деген, яғни инкассатор, сол жұмыс істеп мен өзіме 210 мың тауып алдым. Негіз менде 11 мың бар еді, 200 мың таптым. Енді дәл осылай біз ойынды жалғастырамыз, тоқтап қалмаймыз. Ал сіздерден тек қана қолдау. Айтпақшы достар, сіздерге бұл видеода айтқым келгені, ешқашан бүйтіп алданып қалмаңыздар. Бұл мен үшін өте үлкен сабақ болды. Ал сіздер осы сабаққа, яғни ілінбеңіздер, бұл өте жаман. Бұл почти шын өмірде де осындай взломщиктарға, яғни сенбеу керек шын өмірде де. Бұл ойынды ойнасаң, шын өмірдегідей болады барлығы. Ал сіздерді осы ойында күтемін. Ойынды жазу үшін астында тұрған ссылкаға өтесіздер және сол жерден ойынды жаза аласыздар.